Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауын іске асыру аясында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы ұйымдастырған бейне сабақтар мен бейне дәрістердің педагогикалық идеялар панорамасы республикалық байқауы өңірлік кезеңінің ұйымдастыру әдістемелік жұмыстары жалғасуда. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Гүлназ Кенжетайқызы Қазақстан Республикасы педагогтеріне арналған бейне үндеуінде бұл байқау республикамыздың барлық аймақтарындағы мектеп, колледж, университет ұстаздарының кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында өтеді. Ерекше атап өтті. Осы орайда Қызылорда филиалының сараптау комиссиясы байқаудың өңірлік кезеңіне келіп түскен байқау материалдарының сапалы дайындалуына бағытталған ұйымдастыру әдістемелік жұмыстарын, атап айтқанда, конкурсқа қатысу тәртібі, материалды ұсыну ережесі, бағалау критерийлері, байқауға келіп түскен бейне сабақтарды саралап, үздіктерін анықтау жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар, біліктілік арттыру курсы тыңдаушыларына новатор педагог ретінде барынша өзін танымал етіп, шығармашылық ойлауды, педагогикалық шеберліктің жоғарғы деңгейін, зерттеу батылдығын көрсетуге және білім беру мазмұнын жаңару аясында қазіргі заманғы оқыту технологиялары мен әдістемесін қолдану, тәжірибесімен бөлісуге мүмкіндік беретін байқаудың барысы туралы ақпарат берілді. Мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, жоғарғы, қосымша білім беруді заманауи технологиялар бағыттарын қамтитын республикалық байқаудың өңірлік кезеңінің шығармашыл, жаңашыл, ізденімпаз қатысушыларымен тығыз байланыстар жұмыстар жүргізілуде. Байқауға қатысушы әріптестеріне табыс тілей отыра әрдайым шығармашылықтарға биіктен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының осы ұстаздар үшін ұйымдастырып жатқан іс-шарасы үшін алғысым шексіз. Себебі жалпы ұстаздарға бұл тәжірибе алмасуға үлкен көмегін тигізеді деп сенемін. Филиалдың веб-сайтында, Facebook, Instagram парақшасында байқау туралы 100-ден аса ақпарат жарияланды. Білім айнасы, ұстаз мәртебесі және Қызылорда News KZ газеттерінде аймақтық телеарнада байқау туралы ақпарат жарық көрді. Бірыңғай ақпараттық білім кеңістігінде заманауи педагогикалық тәжірибені жинақтау және насихаттау, педагогтердің ақпараттық коммуникациялық және технологиялық құзыреттіліктерін арттыру мақсатында өткізіліп жатқан педагогикалық идеялар панорамасы республикалық конкурсы шығармашыл, жаңашыл, ізденімпаз ұстаздардың өзара тәжірибе алмасуына, кәсіби шеберлігін арттыруға керемет мүмкіндік.